Мен үлкен жетістіктерге жеттім. Бақыттымын. Арманымдағы көлікті алдым. Осы ойларды күнделікті таңертең және кешке 15 минут бойы қайталаңыз. Бұл медитация деп аталады. Мәселен, егер спорт сіздің денеңізді шынықтырса, онда медитация ойыңызды тазартып, сізді рухани түрде шынықтыруға көмектеседі. Заманауи адамның әр күні түрлі қызыққа толы. Кездесулер, жұмыс барысында туындайтын мәселелер, достарыңыздың жаңалықтары сынды нәрселерді миыңыз қорыта алмайды. Сондықтан медитация кезде сан түрлі ойлар пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Ол үшін ызаланып, медитацияны бұзылды деп ойламаңыз. Таңертеңгі медитация бойыңызды қуаттап, ойыңызды жинақтаса, кешкі медитация шаршаңқы күйді басып, артық ойдан арылуға көмектеседі. Медитацияны үйде немесе тыныш жерде жасау керек. Дегенмен жатын бөлмеде жасамаңыз, себебі миыңызға ұйықтау керек деген сигнал барып, сіздің медитацияңыз аяқсыз қалуы мүмкін. Ал егер күн жылы болса, жақын маңда саябаққа келіп, адам аяғы баспайтын жерде жасауға болады. Медитация барысында қажет емес нәрселер жайлы ойлап, алаңдамау үшін дем алып, дем шығарғаныңызды бақылаңыз. Таза ауаның кірі, бағзаға қажет емес микробтардың шыққанын елестетіңіз. Позитивті ойларды қайталай беріңіз. Оның көмегімен бақытты, қуанышқа толы өмір салтын ұстануды үйренесіз. Өзіңіздің бір әдемі, тыныш жерде отырғаныңыз елестетесіз. Таудың шыңы, баурайы, теңіз жағасы болсын. Жаныңыз тыныштық табатын жерде демалып отырғаныңызды елестетуіңізге болады. Медитация жасау барысында бұлай отыру міндетті емес. Ең бастысы арқаңызды тік ұстаңыз. Сонда дем алып, дем шығару сізге оңай болады. Сонымен қатар медитацияны жатып жасамаған дұрыс. Себебі ұйықтап кетуіңіз мүмкін. Сонымен қатар медитация жүрекке түсетін жүктемені азайтып, денсаулықты жақсартады. Қан қысымы тек медитация кезінде ғана төмендеп қоймай, жүйелі түрде медитация жасайтын адамдарда уақыт өте келе қалпына келеді.